Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен жеңіл әрі дәмді болатын ащы салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Көктем мезгілінде адам ағзасына керекті дәруменге толы әрі пайдалы салаттың бірі. Қолжетімді азық-түлікпен оңай әрі тез дайындалады. Және ащы салат деген атауы болмаса, дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Сіздерге сөзсіз ұнайтын болады. Және арнаға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен салатқа керекті азық-түлікті дайындап аламыз. Бұл үшін бізге тауықтың төс еті және черри қызанағы, балғын қияр және осындай қызыл пияз, жартылай ащы бұрышы мен тәтті болгар бұрышынан сары түсін алдым. Және ақжелкен немесе күнзе, яғни кинза көкшөбін қолдануға болады. Одан кейін қаушақтағы дайын жүгері, ақ фасоль және корнишон керек болады. Әуелі тауықтың төс етін ұзыншалап турап аламыз. Міне осылай жалпақтау қылып турап, бос ыдысқа салып маринадтап қоямыз. Маринад үшін чеснок, 1 шай қасық крахмал, паприка, қант, қара бұрыш, тұз барлығын салып, сұйық май құямыз. 1 ас қасық соя тұздығын құйып, барлығын жақсылап араластырып, 15-20 минутқа бір шетке қоя тұрамыз. Енді көкөністерді тураймыз. Қызыл пиязды ұзыншалап турап алып, салат жасайтын бос ыдысымызға шетінен сала береміз. Тәтті болгар бұрышында ұзыншалап турап аламыз. Қиярды бірінші 4-ке бөліп, сосын әрқайсысын осылай қиғашынан тураймыз. Жартылай ащы бұрыштың ішіндегі дәндерін тазалап алып, оны 2-ге бөліп, одан кейін жіңішкелеп тураймыз. Одан кейін черри қызанағының барлығын 2-ге бөліп тураймыз. Енді көкшөптерімізді ірі қылып тураймыз. Корнишон қияры үлкендеу болса, осылай орташа қып турап алуға болады. Чеснокты да ұсақтап турап саламыз. Енді сковородкаға аз мөлшерде сұйық май құйып, маринадталған тауық етін қуырамыз. 7-8 минуттай піскенше қуырамыз. Ыдыстағы турап алған көкөністердің үстіне паприка, тұз, қызыл бұрыш, қант дәмдеуіштерін тура чесноктың үстіне саламыз.
Осы дәмдеуіштердің үстіне піскен тауық етін саламыз. Одан кейін жүгеріні саламыз. Одан кейін фасоль, соя тұздығын құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Әдеттегідей рецептің құрамын сипаттама бөлімінен көре аласыздар. Осы дайындалған рецептен 2 порциялық салат шығады. Қалауыңызша көбейтіп жасай беруіңізге болады. Енді дайын болған салатымызды ыдысқа салып, бетіне қуырылған күнжіттен сеуіп, дастарханымызға қоя беруімізге болады. Ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Егерде менің видео рецептім ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп алыңыздар және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жаңадан шыққан видео рецепттерді бірінші болып көру үшін қоңырауша белгісін басуды да ұмытпаңыз. Сіздермен болған Айнұр, барлығыңызға сәттілік.